Саламатсыздарбы достар. Әркімнің өзінің хоббиі болу керек деп санаймын. Ал мысалы, менің хоббиім тоғызқұмалақ. Тоғызқұмалақпен айналысып жүргеніме осымен 6-шы жыл. Тоғызқұмалақпен айналысу өмірімдегі кездейсоқ шешімдердің бірі болды. Себебі анамның кеңесі бойынша тоғызқұмалақ ойнауды жалғастыра бастадым, және 7-ші сыныпта осы мектепке түскеннен кейін осы Ғани ағай мені желілік спартакиадаларға белсенді түрде дайындай бастады. Мен сіздерге тоғызқұмалақтың 3 пайдалы жағын айтқым келеді. Біріншіден, тоғызқұмалақ ойыны салқынқандылыққа үйретеді. Себебі кез келген жағдайда да, кез келген позицияда да бір жүріспен ойынды түбегейлі өзгертуге болады. Және әрдайым ойынды соңына дейін ойнаған дұрыс. Екіншіден, тоғызқұмалақ ойыны шыдамдылыққа үйретеді. Тарихи деректерге сүйенсек, түркі халқы бұл ойынды 3 күн және 3 түн ойнаған, сондықтан әрдайым есте сақтаған дұрыс. Үшіншіден, тапқырлыққа үйретеді, себебі бұл ойында абстракты ойлау қабілеті өте қажет. Осы себептерге байланысты адамдарға тоғызқұмалақ ойыны көптеген жетістіктерге жетуге ұмтылдырады. Мысалы, мен Назарбаев зияткерлік мектептері арасындағы өткен желілік олимпиадада жүлделі 2-ші орынды иелендім. Және сіздерге осы алтын мүмкіндікті жіберіп алмауларыңызды сұранамын. Және ниш арасындағы желілік олимпиада тек қана үлкейе береді деген ойдамын.